Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осы каналда көрсетілген бауырсаққа арналған мұздатылған теста бар. Сол тестадан булочка жасап көрсететін боламын. Арасына шекер салынған орама булочка ретінде болады. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менде қатты теста мынау. Енді осыны мына ыдысқа салып, осы ыдысқа салып 3-4 сағатқа жылы жерге қойып қойсаңыз, қайтып орнына келіп қамырымыз көтерілетін болады. Мынандай болып көтеріледі, жұмсарып. Енді осы қамырмен жұмыс жасай береміз. Бұл бауырсаққа арналған теста тоң, бірақ бұны бүгін мен булочка болып көрейін деп жатырмын. Егер де шығатын болса, сіздерге результатын көрсетемін, булочкадан қалай болып шыққанын. Бөліктерге бөліп алдым майда-майда, булочкадан көлемінде майда. Енді соны жайып, домалақ қылып жайып, ішіне шекермен Нестектің какаосын араластырып себетін болам. Бүгін сіздерге көрсетейін деп жатқан шекерлі арасында қатпарлы булочка болады. Осылай себіп болам біргел қылып. Сосын үстіне екінші жайылған осылай дөңгелек қамырымды қоям. Тағы да себем. Сосын осының үстіне тағы сол қамырды қойып қайталайым. Енді бұны ортасынан төртке бөлем. Бірінші. Сосын тағы бөлем. Бөліктерге. Осылай бөліктерге бөлем. Кішігірім болып. Осы кішігірім бөліктерден сосын булочканың формасын жасап шығарамыз. Қамырымызды осындай кішігірім бөлікке бөліп алғаннан кейін, ұшын кейін қарай өстіп қайырамыз. Екінші ұшын да солай, үшіншісін де солай қайырып, үш жағын енді астына қарай кіргізіп орайтын боламыз. Осылай. Таяқшаның көмегімен ортасынан басамыз. Сөйтіп булочканың формасын шығарамыз осылай. Осылай булочканың формасы шықты. Арасы жабысып қалады деп ойламаңыздар, жабыспайды. Ішінде шекер мен какао болғандықтан слой-слой болып, іші бөлек-бөлек болып көрініп тұрады піскен кезде. Осылай бәрін жасап алғаннан кейін табамызға салып, дайын болған булочкамызге бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бәріне бірге жағып шығамыз. Сөйтіп 180 градусқа 30-35 минутта алдын ала қызып тұрған топқа салып пісіретін боламыз. Булочкамыз пісті. Түрі өте әдемі. Старикаға салып көрсетемін қандай болғанын. Міне мынандай болып тұр түрі. Оралған кезде қатпарлы ұқсап көрініп әдемі болып тұрады. Дәмі де әдемі. Достар, егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.